туған күнің, мен сені жақсы көрем, мама. Бүгін сенің туған күнің, мен сені жақсы көрем, мама. Жаным мама, хей мама. Бүгін сенің туған күнің, мен сені жақсы көрем, мама. Бүгін сенің туған күнің, мен сені жақсы көрем, мама. Жаным мама. Досым, бақыт себелеп тұр ғой тәңір тосым. Ақ тілек шашу арнап жатыр елің, жадырап жүрші ұлы тойың сенің. Билеші биле, 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 қуанып шаттан жарқын көңіл күйде. Билеші биле, 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 мұңайып ешбір қабағыңды түйме. Биле, 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 ортасын тойдың толтырып би гүлге. Билеші биле, 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 думанда тайық барлығымыз бірге. Тірілік күйбеңін ұмыттық бір сәтке, жөн ғой күлгенің аға жеңге әпке. Тұнжырап тұрма, ән салып билеші, той бастар мұнда кім екен иесі. Билеші биле, 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 қуанып шаттан жарқын көңіл күйде. Билеші биле, 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 мұңайып ешбір қабағыңды түйме. Билеші биле, 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 ортасын тойдың толтырып би гүлге. Билеші биле, 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 думанда тайық барлығымыз бірге. Билеші биле, 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 қуанып шаттан жарқын көңіл күйде. Билеші биле, 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 мұңайып ешбір қабағыңды түйме. Билеші биле, 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 ортасын тойдың толтырып би гүлге. Билеші биле, 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 думанда тайық барлығымыз бірге. Билеші биле, 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 думанда тайық барлығымыз бірге. Жайдарлы жүздерменен, жып-жылы сөздерменен, жарқырап күліп тұрған жайнаған көздерменен, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Махаббат меңдегенде жүректер
қуаныш лаулаганда, көп болып көрмегенге көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықса қандай жақсы. Болсын ата-анамыз, бар болса қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Көңілдер жібек болып, жүрекке тілек толып, жолықсақ күн досылай, қуаныш себеп болып, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Рахмет. Ал енді ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті қонақтар, баршаңызда бүгінгі қуанышқа қош келдіңіздер әрине. Рахмет. Ал енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, мәртебелі меймандар, баршаларыңызда бірлікті бір атаның баласындай, бес саусақтың саласындай, жылы жүрекпен, ыстық тілекпен, сәнімен салтанат жарасқан сарай төріндегі ақ дастархан басындағы өз орындарыңызға жақсылап жайғасып болсаңыздар, құтты орындарыңызға қонсаңыздар, ертегінді кеш қылмай, ерен еңбекті еш қылмай, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, микрофонды қолға алып, шабыттанып, толғанып, шықты міне өренің. Асабасы бұл тойдың, қуандық атты середім, қаумалаған халыққа сөзбенен шуақ себемін, ұлықсат сұрап Алладан, бүгінгі мынау тойыңызды бастасам ба деп едім. Сәлем ғой сөздің атасы, ассалаумағалейкум деп баршаңызға сәлем беремін ардақты ағайын. Әрекенді, рахмет. Ал енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, әрине біздер көп сөйлеп созбай, әрде бер қозғай тағы да мінекей бүгінгі қуанышелерін, тойлерін ортаға қарсы алайық деп жатырмыз. Әрине көңілдіміз, жасымызда кәріміз осылайша жараса да сәніміз. Әрине қазір алақандай емастан соғумен Сара Мұхтар қызы әнші қызымыз бастап сезімбе ансамблімен бүгінгі қуанышелерін, тойлерін ортаға қарсы алайық бәріміз ардақты ағайын. Тойға ұласын, салған әннің қырасын, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің туысқандары. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты біз тілейміз.
Бәрекелді, рахмет неге кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсете білген ардақ тағайын. Бүгінгі қуаныш иелерін, той иелерін орнымыздан көтеріліп, қол соғып қошеметтеп қарсы алған ағайынға алғыс береміз. Ал енді бүгінгі қуаныш нөмірді той құтты болсын. Орындарымызға жайғасымыз болады. Баршаңызға арналар жарымыз бар, аттың басын бермен қарай бұрыңыздар, қонақ болып келгесін осы кешке баршаңызда той төріне шығыңыздар. Және де бүгінгі анамыздың 80 жас мерейтойы құтты болсын деген ағайын, бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Ал енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, әрине алдарыңызға ас қойдық, ек қолды, бос қойдық, түрлі торт та бар, натуральный сок та бар, соусынан ішіп, фотоға түсіп, дәм алып, бұйырған жеп алып, өз үйлеріңізде көріп, көңілдерге отырыңыздар. Ал енді біз қазақ болғасын жерде тілегімізді айта отырамыз. Сондықтан да жалпы қазақта қай ауылдың көші өрге домаласа, сол көшті бастап жүретін ақсақал ағаларымыз жанында серік болып жүретін ақжаулықтанларымыз болады. Олай болса, яки осы шоқтығы биік Шоға ауылының көшін бастап жүрген ақсақал ағаларымызды жанында серік болып жүрген ақжаулықтанларымызбен бірге асабаның алтын ордасына қарсы алайық ардақты ағайын. Алғашқы тілек кезегіне Шоға ауылының үлкендері. Ақжайнақ деп атыңды анаң қойған ақылың мен ажарың бірдей болған қалай сұлу өмірде болса дағы бір өзіңдей сәулем-ай болсын қандай мен келгенде Ақжайнақ шай орамал бозбайлап жүрсің бәлде той-тойлап мен келгенде Ақжайнақ шай орамал бозбайлап жүрсің бәлде той-тойлап
Ұнатамын гүлім деп қарасыңды бол. Жақсылардың көңілі алтын сандық-ай, сыйластығы әзірлей шарасыңды бол. Енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, жалпы Алла тағала нұр түскен жерде қашанда той болады деген жаратқанның әбірінсіз бір шөптің де басынбайды дейді. Бүгінде осы шоқтығы биік Шоқ ауылында, соның ішінде Сағынбаевтар әулетінде үлкен, дүбірлі, думанды қуаныш ардақты ағайындар. Енді осы Сағынбаевтар әулетін сыйлап, құрметтеп, тойға аласын деп келген ағайын болса, жас үлкендеріміздің тамаша тілегіне құлақ түре отырайық. Енді болмасын деп келген ағайындар болса, мән бермей шулап отыра берсеңіздер болады. Шоқ атамның ұрпақ бауырлары, құрметті Бердақ, Мәнетжан, той құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, бастарың аман, дендерің сау болсын. Жасың 100-ге жеткенше, жағың жерге жеткенше аман болсын, отбасың жамандық көрме тірде тарқамасын, мал басың. Тойға жалғаса берсін. Келін балдарың алдында аққу болып тек ұшып қонып жүре бер. Той құтты болсын, ұзағына болсын. Бауыржан баламыздың той шашуымыз бар, осы тойға арнаған. Ал жақсы келін, тойың құтты болсын. Жастан жасқа жете бер тек, 100-ге жет, ауырма, мына бала-шағаң алдында, келіндерің алдында, ағайындарың алдында тек аман есен жүре бер. Тек тойың құтты болсын. Балдарға бермедік па? Енді мен айтайын, одан кейін сендерге берейік. Ал жеңеше, ал мына 80-нің сенгірің құтты болсын, балдарыңның алдында аман жүр, ұзақ жаса, ұл қызыңменен бірге жүре бер, өмір жасың ұзақ болсын, жылымыз құтты болсын, бақытты жыл болсын, баршаңызға тек той тілеймін, тойдан той бола берсін. Амин, рахмет. Айтқаныңыз келсін. Ал тағы да, ағылар. Ал жақсы, ассалаумағалейкум, той шығауым. Тойыңыз оң болсын, жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылсын. Немере, шөмере көріп, тек солардың қызықтап жүре берің. Тойың той қыласын, тек той бола берсін. Бәрекелді, рахмет. Осындай тойға жетірсін Алла. Амин. Ағыламыз. Ассаламалейкум, әлеумет, тойларыңыз оңына болсын, мәне жеңешем жасына жас қосылсын, аманшылық балдардың алдында күліп ойнап, немерелердің алдында күліп ойнап жүре бер, тойың той қыласын. Рахмет. Ал жеңеше, мерей тойың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, бақытты, баянды болғайсың, бала-шағаң ішінде аман жүр, тек келсек той деп келейік, тойыңа той қосылсын. Бәрекелді, рахмет. Тағы да. Жеңеше, 80 жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Мына балдарына көп рахмет, аталарына бия. Тойын беріп атыр, рахмет балдарға. Бұл мәт жеңешем деген енді көптен бері бірге істедік. 30 жыл темір жолда бірге істедік. Молодец, жеңеше. Әлі қартаймапсың, әлі жабырасың, түбәлеме. Тойың той қыласын, оң болсын, бәрі, құтты болсын. Рахмет сәке. Тағы бар ма, әжелер, кембірлер? Қосыламыз ба, айтамыз ба? Қадірменді тойшы қауым, мына бүгінгі Шоқ ауылында үлкен той болып жатыр, бәріңізге құтты болсын деймін. Ұзағынан болсын. Тойлағандай денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ал жеңеше, мына бүгінгі шығып атқан мерей тойың құтты бола берсін. Жаңа алдымда айтып кетті ғой абысындарым. Осы ендігі жағында Құдекемнің берген жасын жасай бер. Денсаулығың мықты болсын. Мына өзіңнен өскен, өнген балдарының, қыздарының арасында бәйтерек болып отыра бер. Баршаңызға той тілеймін. Тойға ұласа берсін дейміз. Баршаңызға той жылысты бола берсін. Біздер де мында 40 мылтық ауылынан келіптіңіз, көп адам таниды, танымайтындар танитын шығар. Сау болыңдар, аман болыңдар. Осындай тойханада
тойда кездесе берейік баршамызға. Денсаулық болсын. Бар ма? Айтамыз ба? Сәкеңе қосыласың ба? Иә, шалыма қосылам дейді мамам. Ал, тағы да. Кім ба? Ал, берекелі бейнеде. Құтты болсын барлығыңызға да. Мына жеңеше 80 жасыңыз құтты болсын. Тек Алланың берген жасын жасай беріңіз. Тек мына балдар, ұл қыздарына сау болыңдар. Мына жеңешемнің тойын 80 жасын беріп атқандарыңыз, үлкен тойханада үлкен қылып. Ал баршаңыз да осындай тек тойға жеткізсін, тек тойға жалғаса берсін. Тек ауырмаңыз, тек жеңеше. Бәрекелді, рахмет. Тағы бар ма? Жеңеше, мерейтойың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Мына балдарыңның, немере шөберелерің алдында аман жүр. Солардың қызықтарын көріп, аман жүре беріңіз. Жасыңа жас болсын. Той қаласын. Рахмет. Ал қымбатты жеңеше, туылған күні құтты болсын, жасыңа жас қосылсын, Жамбыл атамның жасын берсін, той қаласын. Рахмет. Айтамыз ба? Ал кеш жарық, ассаламу алейкум тағы да. Ал Бердіғали, әнем, мына жеңгеміздің 80 жасы құтты болсын. Осындай ата-ананы елеп, Ағдастарханың жайып, ағайын тума, құда жекжат бәрін шақырып атсын. Оң болсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз, осы балдардың қызығын көріп, тойлағаныңыз той болып жүре беріңіз. Жаныңыз сау болсын. Бәрекелді, рахмет, маған бердіңіз. Ал, бізде осы тілекке қосыламыз. Жеңеше, құтты болсын, той болсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз, тек бала шаға немерің әрақатын жүре беріңіз. Бәрекелді, рахмет. Енді қалғандарымыз осы үлкендеріміздің, аға жеңгелеріміз тілектеріне қосыламыз деп жатыр. Әрине осы көп тілесе көлде болар, көл толықтар айдынды, желде болар. Арыспенен береке ағайындар, ынтымағы жарасқан елде болар дейді. Антымақ береке бірлігі жарасқан шоқтығы бейік шоға ауылының үлкен көшін, үлкен тойын бастаудан басқа қиындық көрмеңіздер дейміз. Көп рахмет, көп жасаңыздар. Енді бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді, сондықтан да бүгінгі күннен арнайы естелік болып қалсын. Қуаншелермен, тойлармен естелікке фотоға түсіп алайық. 18-25-тің арасында қалайдан дәм таптым бұйырмаған бұйырмаған жайма менен атымда қамшылаймын шабанба деп осыдан аман есін елге жетсем көздерін сұлулардың жайнатармын жайнатармын Құрметті қонақтар, осынау тамаша мінекей тілектен кейін жақсы бір тамаша ән болсын деп жатырмыз. Олай болса, ортамызда Жамал әнші қыздарымыздың орындауында аналарымыз туралы тамаша ән болсын деп жатырмыз. Қарсы алыңыздар. Aşağı
Рахмет Әлмаған ағайымыз ғой. Сондықтан да ақ дастархан тағамдарынан алып отырыңыздар. Әрине біз әрі қарай тағы да тамаша тілектерді жалғай отырайық. Үш жұрттың ұлығы деп саналатын осында Нағашы дейтін ауыл бар, ардақты ағайындар. Сондықтан да осы тойымыздың төрінде отырған барша мен нағашымын деген ағайындарды, сонымен қоса бажа балдыздарды баршасында асабаның алтын ордасына қарсы алайық, ардақты ағайын. Нағашы бажа балдыздар асабаның алтын ордасына көтерілейік әнеки. Бажалар, балдыздар, кәрі нағашылар, түк нағашылар, барша нағашылар дәрігерімсің, жүрегімде сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын күміс, миллиардым қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Алтын күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Бердақтың бажа балдыздары бар ма? Бірлесіп келейік баршамызда. Түгелдей нағашы бажа балдыздар баршамызда. Нағашы бажа балдыздар, Бердақтың бажалары, балдыздары. Бәкеңнің қайнапалар түгелдей келеміз баршамызда. Әрекет, рахмет, қош келдіңіздер. Ал енді қуаныш ортақ, той ортақ, сондықтан да бүгінгі қуанышқа ортақтасып, жүрек жарды лебіздерімізді, тамаша тілектерімізді білдірейік. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған көпшілік. Мына Сағынбай мен Мәнеттің барлық құдалары, Мәнеттің төркін жұрттары және бауырлары, сондай-ақ бөлелері. Мен Сағынбай мен Мәнеттің туған нағашымыз, иманды болғыр апамыз 1908 жыл туған. Ал ол менің әкемнің ең үлкен қызы болса, мен ең кіші баласымын. Қазір сол апамның иманды болғыр ерлігі нәтижесінде бұлар 40 мылтықтар 1928 бен жылдары Түркмен жеріне ығысып кеткен. Содан біздер адасып қалғанбыз. Бірақ апамыз үлкен ерлік жасап, жерден сұрай жүріп, өзінің ағасының қайда тұрған жерін тапты. Соның нәтижесінде 55 жылы ел айналып біздерді тапты. Содан бері қарай мына қазір Сағынбай менен, Мәнет менен, оның ұрпақтары менен бірге хабарласып, араласып келе жатқан нағашы жиендеріміз. Біз қазір Құлсарыдан мен, мынау жолдасым және балам және келінім және Құлсарыдан осы бір апамның 4 ұрпақтары, бұлардың бөлелері келіп қазір етпесе де бірге шығып тұрмыз, бір столда отырмыз. Сондықтан бірге шығып тұрған жайымыз бар. Ал Мәнет, біздің араласуымыз ертеректен болды. Қазір сен 80 жасқа шығып атсыңдар, құтты болсын. Алланың берген жасын жасай бер. Тек қана сол жастың бәрін Алла тағаланың бұйрығымен абыройлы жасасаң деп тілейміз. 'Ен 'ді
Мынау билер айтқан екен, атасын артық көрсеткен ақылды туған баласы, баласын артық көрсеткен әлпештеп өтірген анасы дейді. Қазір осы мәнетке айттырсаң, мына балаларым жасап атыр дейді. Керемет. Алла тағала адам жұптасқанда ұрпақ тілейді, ұрпағының жақсылығы болғанын тілейді. Мінекей қазір Сағынбай мен Мәнет осындай 8 ұрпақты дүниеге келтіріп, бәрі де аман есен ер жетіп, үй болып отырған жайы бар. Енді осының есебінде мен түркімен халқына сырттай өзім нетпесем де рахметімді айтамын. Көптеген қазақтың балаларын бауырында елінде өсіріп жетілдіргеніне, оқытқанына, басқалай кемшілік көрсетпегеніне деп, енді өздері уақытында көреді ғой. Ал енді осының балай болатын болса, осында енді Қазақстан жеріне келу үшін ең бірінші мынау Бердіғалиға мыңда бір рахмет айтамын. Және риза боламын жиеніме. Себебі Бердіғали служит етіп жүрген кезде бір күнде Түрікмен мемлекетінің бұйрығы шығып, басқа ұлттардың шені бар, жұмысы барлардың бәрін бір түнде ажыратып алған екен. Ал менің есебімде Бердіғалидың сержант дейтін атағы болған ау деп есептеймін. Келесі күні содан айырылып барлығынан қалыпты. Соған намыстанған Бердіғали. Сондай істейтін амалы жоқ, тісін қайрап, бұ несі екен дейтін ойға келіп, егер осы недем службадан шығысымен мен тек қана Қазақстанға кетемін дейтін арманын орындап, бүкіл бауырларын ата-аналары менен алып келді. Сағынбай жұмыс жасап жүріп бізге жылына бір келіп кететін. Ол біздегі шоның және Көрейбо болсы сол кезде Атыраудың темір жол бастықтарымен сөйлесіп келмек болып кеткен. Бірақ мына бала-шағалардың қолдамауыменен 2 жылдай солай жүрген. Бірақ соның барлығын неге байланысты Бердіғали жеңіп шықты. Содан кейін барлық ұрпақтарын келтірді. Рахмет айналайын Бердіғали. Денің сау, басың аман болсын. Мен сен үшін қуанамын. Осындай, яғни батылдығыңа, намысқа шапқанға, арға шапқандығыңа қуанамыз. Әрбір қазақтың азаматы осындай аршыл, намысшыл болса екен деп тілейміз. Мінекей солай болып та келе жатқан шығар енді. Ал осыған байланысты мынау біздің жиендерімізге сый сияпаттарымыз бар. Келінім, қайдасың? Нақия. Ал мынау баланың үлкені шешіп қоймай ма екенсің алдын ала? Болатқа пальто, Бердіғалиға жаңағыдай ерекше несі үшін костюм, соны апар кімге? Болатқа жап, кигіз. Кейін шегіншіңктің бе біреуін апарып нетсеңдер шенді. Бірі жиен, бірі келін мүнесей. Бердіғалиға костюмын бере қойшаш солай, алма. Оны киіп жатпайды ғой енді күншін. Ал ең кішісіне көйлек. Ал Мәнеттің несі қайда? Сыйлықтары. Ана кімнің көйлегін берші ана. Бер, қолына бер. Бәрекелді, рахмет. Тойларыңызға қайтсын. Несін ыдыстарында өздеріне бер, қайтадан салып алады ғой.
Ал енді біздің тілейтініміз жаңағы айтқан көп айтудың қажеті болмас. Деніңе саулық берсін мәнет. Ал сонымен қоса ақшалай сыйлық. Рахмет. Алайын. Ал мына келесі. Менің жиенім бөлелеріне. Рахмет, тілейміз, жалғастырайық. Ал жақсы, енді мына құрметті қалайық, құттай тұрышталайық енді. Мынау Сағынбай дейтін ағамызды тонау Түркменстанда жүргенде көшіп келмей тұрғанда Құлсарыға келгенін білеміз. Біз баламыз. Енді тарих айтып кетті деп кешіріп жарығым, білем сендер дейтіндеріңді. Ал содан кейін келді, мына жеңешемізбен бірге келді. Артынан осы көшіп келді. Сіздерден содан кейін араластық. Ал енді осы араластығымыздың бәрі жақсылыққа берсін. Мен не айтайын? Енді жеңешем ұрпағымен жалғасып жатыр ғой. Сол ұрпақтары ұлды болсын, қызды болсын, мұңсыз болсын деген біледі. Басқа не айтайын? Амин, рахмет. Тек бір-бірімізбен жақсылықпен кездесейікші. Мен бәріңді Құлсарыға қонаққа шақырамын. Рахмет. Пейіліңізге рахмет. Пейіліңізге берсін. Ал құрметті осы жерде отырған қонақтар, ал тойларыңыз құтты болсын. Біздің мына апамыз бүгін дейтін 80 жасқа толып отыр. Мен осы Құлсарыдан Құлсары суға кетіп, содан мен Ошаққа көшіп келгенде ең алдымен қарсы алған, жылы жүзбен құшағын ашып қарсы алған осы апам Бердіғали екеуі. Ал рахмет сіздерге де. Тек осы жас... Ой, басталды. Құтты болсын енді, осы жақсылық жұғысты болсын біздерге. Сосын мана біздер осы келгенде ертерек келдік. Жаңа беретін сыйлықтарымызды тапсырып кеткенбіз апамызға. Мына жерден беруді қап ят болып қалып отырған сияқты. Жақсы, ол ертегесі жоқ қой. Біз мана келгеннен кейін апамызға сәлем беріп кету міндетіміз. Үйіне барып сәлем беріп кеттік. Енді апамыз, менің туған апам Әсима дейтін, біздер енді оның жасырып дағылайық. Семейне ансамбль болдық кезінде, музыкантпыз. Осы, қазір апам болса сіздердің ұлсатыңыз бір жақсы ән айтсын. Бола ма? Әсима деп. Ол... Берем қойын сіздерге. Ал. Мен Құнан Орыстың кемпірімін. Құнан Орыс. Мына қайын сіңлім. Бүгін мінеке 80 жасап, мына бала шағасы соның туылған күнін белгілеп жатыр екен. Құтты болсын. Денің сау болсын бастысы. Бала шағаның алдында күліп ойнап жүре бер. Бөтен емеспіз. Ауылда құдай жекжат болып, нағашы және әйтеуір болып қатынасып отырдық. Түркменстанда қатынастық. Енді бүйірге келгесінде де бөтен емеспіз. Келін алып жатырмыз, қыз ұзатып жатырмыз. Құдайға шүкірміз Қазақстанға келіп. Енді мен қайынсіңнің арқасында мінеки 40 мылтықтар той беріп, бала шағасы бәрі бүгінгі күні не қылып жатыр, соған біз де қуанып келдік. Рахмет. Осылардың бәрі менің қайынсіңнің арқасында. Бәрекелді, рахмет. Әйтеуір таласып ұрысып қалмаңыздар. Ал апа, бүгінгі 80 жасың құтты болсын. Денің сау болсын. Басың аман болсын. Тек бала шағаларыңның қызығын көріп, ізіңе ерген жалғыз бауырың тумалар келіп тұр. Енді бәрі де, солардың бәрінің атына мен сөйлеп жатырмын. Тек ендігі жерде жақсы күндер болсын, жақсылықтарыңды көрейін. Алдымдағы абысынымдасың, апамдасың, енемдесің. Жүзге кел тек. Барлық жақсы тілектерді тілеймін тек. Амин, рахмет. Рахмет, толықмаймыз. Той ғой бүгін. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Ал, мына 40 мылтық ауылы. Тойларың құтты болсын. Апа, мына 80 жасың құтты болсын.
жақсы денсаулық, ұзақ өмір, деніңнің саулығын тілейміз. Мына балдарың алдында, қыздарың алдында, немерелерің алдында ойнап күліп жүре бер. Мына Бердаққа рахмет. Міне апамызға осындай той істеп атқан, бұл нағыз Құнанорысқа тартқан бала осы. Қалғанын бәрі 40 мылтық. Осы жеңге рахмет. Сау болсын. Осы балаға ұзақ өмір тілейміз. Сенің жасыңды берсін, апа. Ісі тек той болсын. Той көріп жүре бер. Барлығыңа той тілеймін. Бәрекелді, рахмет. Жалғастырамыз ба? Бәрекелді, рахмет. Тағы бір енді рахмет. Бәкеңнің бажалары бар ма? Алдыға шығып тұрыңыздар. Әрбір топтан 2 адам сөйлесін. Қалғандар билесін. Мына тойларыңыз оң болсын. Болатбек, Бердақ, Айтқали, әже, мына туылғандардың күніңдері құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мына келіндердің, қыздардың, балдардың алдында шөбере жүре бер. Басқа не алдымыз? Аманшылық болсын. Еліміз тыныш болсын. Тойларыңыз оң болсын. Бажалардың атынан. Рахмет. Бар ма бәкең бажалары қалғандар? Қосыламыз ба? Мына жақта. Ал міне, Мәрет апа, ал мені Құнанорыстың қызымын, міне Мәрет апаның сіңлісімін. Бердақ деп батырсыңыз, Бердақтан басқасының қосымшасы бар шығар. Бәрің дендерің сау болсын, бастарың аман болсын, мына той. Бәріңі тойлап атқан Құдайым тойың той қыласын. Апа, 80 жасың, 80 түрлі бақыт әкесің. Осы ұл қызының немересін көріп, шалқып жүре бер. Еш жаманды көрме, көргенің той болсын, жегенің қой болсын. Тек басың аман, бауырың бүтін, тек шалқып жүре бер, тойың той қыласын. Ой, рахмет. Ал, мына апаларым өкпелеп атыр, тек Бердақты мақтай бересін деп. Болаты да жақсы, бәрі жақсы. Жаманы жоқ жиеннің. Ойнап атырмыз, нағашы болғасын. Ал, мына мен Түркменбайыным сөйлесін. Ассалаумағалейкум, Қырықбалдық ауылы. Мына істеп атқан тойларыңыз оң болсын, құтты болсын. Жиендер, мына апамызға істеп беріп атқан тойларыңыз құтты болсын, оң болсын. 80 жасы, 100 жас тойындарына да осындай келе берейік. Тойлап. Рахмет. Енді 1 минут ардақты ағайын. Әрине мынау бисмилля рахман рахым не айтып тұр демеңіздер бұл ақын. Әрбір топтан 2 адам сөйлесін, асыл етіп ұлы тойдың мұратын. Микрофон қойдың басы емес қой, барлығымыз ауыз тиіп. Той ортақ 1-2 адам сөйлеп, қалғандарымыз бейлеп тойды көңілдірек өткізейік. Ар жақта әлі 100 подарок тұр. Ән сашу бәрі де болады. Ау, естелікке фотоға түсіп қояйық. Кім бар? Ал енді жинақталып бір естелікке фотоға түсіп қояйық. Одан кейін сый-сияпаттарымыз табыстаймыз. Апа, жиналып тұрып, той үйлері, қуаныш үйлері. Менен келген нағашыларымыз, бәріне сый-сияпаттарымыз бар еді, соны табыстауға рұқсат етсеңіз. Фотоға түсіп жатырмыз. Пекиннен арнап алдырған күміс жүзігі бар. Апамыздың естелікке 80 жастан. Рахмет. Ол ма? Рахмет. Тойдан толықтай деп қабыл алыңыздар. Ал енді нағашылардың құрметі тамаша ән шашу болады, баршаңыз. Sen özlerime Sezim uzağlama Ben sana başarım Ölçü mahaba
Бәрекелді, рахмет ардақты қонақтар, әрі қарай біз той тізгінін жалғастырайық. Сырттан қонақтар болса, шақырайық деп жатырмыз. Олай болса, Бегімай би ансамблінің әсем қыздарына келесі би кезекті береміз деп жатырмыз ардақты ағайын. Бегмай би ансамбль. Бегмай би ансамбль. Би ансамбль. Ансамблінің қыздарына алғыс білдіреміз. Енді ортаға Бәкеңді шақырайық. Қазірде осы қара шаңырақта үлкен осы мәнет анамызды қарап отқан азамат қой енді. Бүгінгі торқал тойда осы Бәкеңнің аты жөні аталып атқанның көп себебі де сол болар. Жалпы көпшіліктің той мерекесін атқарып, басшы болып, қосшы болып, осы Шоға ауылының, Қотырбас ауылының бірінде кішкентай би десек те болады осы Ақтаудағы. Жеңгеміз қайда? Жеңгеміз шақырайық. Роза жеңгеміз қайда? Роза. Бар ма? Роза жеңгеміз қайда? Естімей ма? Ал енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, жалпы бүгінгі той нешегідегі деп шақырдыңыз? 5-ке. 5-ке деп шақырған, дұрыс па? Біз нешеде бастадық? 8-де бастадық. Неше сағат кешіктік? Енді жалпы ардақты ағайын, құрметті қонақтар, айтайын деген Бәке, енді өзің інің ретінде саған айтайын, келесіде той беретіндерге де айтатынымыз. Мына кешкі тойды кешкі 6-ға десеңіздер, 8-де болатынын бәріміз білеміз прекрасно. Солай ма? 8-де болады деп. Ал егер той 5-де болады десең, от не қонақтардың миын аштасың. Такка барып қалсақ, басталмай қалса, бармай қалсақ басталып кетсе, 6-да деген той 2 сағат кешігет, 8-де болады, 5-де деген той нешеде болады деп келдіңіздер, солай ма? Ал енді айтайын дегенім, ардақты ағайын, құрметті қонақтар, ол емес. Жалпы бүгінгі тойға 5-те десе, ең алғашқы келген бірінші қонаққа сыйлығымыз бар. Дайындалып отырсын. Одан бұрын, Бәке, енді бүгін дүбірлі думан той қанша адамның басын құрап отыр, солай ма? Бүгін тойда байқап отырым, программалар көп. Десе де қазір қыздар, балдар ән айтпай қалса, би билемей қалса, ешқандай айыпсын болмасын. Мына тойда отыратын қонақтар
Егер әке кетіп қалатын болса, ерте адам азайып болатын болса, бірінші ол кімге сын болады? Тамадыға сын болады. Өйткені ағайындар ұстай алмады дейді қонақтар. Екіншісі кімге сын болады? Тойдың иесі сын болады. Өйткені той иелерін құрметтемейді екен дейді. Сондықтан да өгіз өлмейтін, арба сынбайтын қылып, программаларды азайтып, әңгіме тілектерді қысқа нұсқа қылып, одан да био билетіп, ойын ойнатып, бүгінгі тойды көңілді қылып, қонақтардың іш пыстырмайтындай қылып өткізейік. Енді, мәке, осы келген ағайындарға өзің бір оң қолыңды көтеріп, қош келдің деп қош. Қош көрдік, той құтты болсын деген ағайын болса, қол соғады шығар. Жаңағыдай енді бұлай барып жүрмесін, әркімге қош келдің деп нағылмасын деп ортаға шығарып сіздің жүгіңізді жеңілдетіп отқаным ғой. Солай ма? Енді мен алғашқы сыйлықты берейін. Ең бірінші келген қонақ бар ма? Ортаға келсін. Ең бірінші келген қонақ. Негізі ең бірінші келген қонаққа көп бермейтін едік. Өткенде бір апамыз айқай шығарды, сол сыйлықты алайын деп бірінші келдім деп. Ал, Ақсақал атамыз ең бірінші болып келген екен. Тұра тұрыңыздар. Ата, өзім келейін сізге қарай. Қазір би қойса екеуміз де билей алмаймыз просто. Солай, қош келдіңіз. Есіміңіз? Бай Жұма. Мен атымды айта алмайды көпшілігі. Менің 4-ші атам Жұма дегесін маған ата деп кеткен көбі да. Бірақ шын атым Бай Жұма. Сосын мана 5-тен сәл тұрып өткелгенде ешкім жоқ, сосын бір кішкене айналып келіп соң келдік. 6-да және келдік, 6-ға жақын. Және ешкім жоқ. Сосын бір жігіт, мен жаңа келдім деді, ол көрінбейді қа осы уақытта. О да сол бізбен бірге дейін сияқты. Ата, отырып әңгімелесеміз ба? Енді оның өзің біледі. Оң болсын. Сен де талабың өсе берсін. Осындай мерекені мана басынан байқадым. Жақсы алып кеттің. Міне жаңағы нелерді айтып атсың. Бәріне сау болсын. Осы көпшілікке таңы жалғасын. Бүгінгі мереке қатынасқандарына. Рахмет. Баймұрат атамызға қол соғып қошеметтеп жіберейік. Тойдан толықтай деп, мінекей. Алтын уақытты қадірлеп, сағат 5-тен кейін біру барма жоқ па деп келген екен. Ал енді екінші сыйлықты мен беремін. Осы тойға ең соңғы келген қонақ бар ма? Дымыңға истанбай жаңа келіп амандасып жүрген. Қайда? Ортаға келеміз, ортаға. Көше бойлап, сені бойлап, іздей бердім айнала. Мен барайын, мекен жайың, қай ауыл мен қай қала. Қылып кетті, қарауылдап, қай жігіт. Ал ең соңғы келген қонақты анықтаймыз қазір. Келіңіздер. Қайырға келеміз ба? Сен мана келдің ғой бірақ. Қайырды отыра бершейші. Ал нешеде келдік, қай уақытта келдік? Қазір келдік. Барда сен отыра бершейші. Мына кісі әлі күрткісін шешпеген просто. Жаңа келген сияқты ғой. Ал, аға, тым уақытты қадірлемейді екенсіз. Қош келдіңіз, кеш келсеңіздер. Енді ортаға кімнің телефонының қуаты азғантай, сол кісі ортаға келсін. Ең азғантай телефон қуаты кімде? Бар ма? Келесі сыйлықты береміз. Келеміз. Келесі үлкен сыйлықты береміз. Ортаға келеміз, ортаға. Кімде телефонның қуаты азғантай? Ортаға келеміз, ортаға. Ең азғантай. Рахмет, менікі азғантай деп ойласаңыздар, келіңіздер, просто қазір не қылмайық. Шуламаймыз. Неше процент? Ең көп емес, ең азғантай дедім просто. 74 дейді ғой просто. 15. Тұра тұрыңыз, 15. 27. 15. 14. 15. 3. 14. Бара беріңіз. 13. Енді келесі сыйлықты беремін.
сол кісінің жолдасына беремін. Осы сыйлықты, үлкен сыйлық берем. Кім әйелін ешқашан алдаған жоқ? Ортаға келеміз. Келеміз. Кел. Қайда отсын? Құрдастан, жолдасың қасында ма? Жа, түртіп отқан сол ма? Бар деп сыйлыққа күлдеді ғой. Сол ма, кім боламыз? Жиен. Ой, бауына, жиен өтірік айтса. Жолдасың қайда? Жоқ, бұл жерде жоқ. Жоқ? Басқа тағы. Жоқ болғасын оттай үйресің ғой сен. Жақсы. Бір жиенге бір сыйлық болсын. Нау. Я, рахмет. Так, неше жыл болды отауласқаны? 13. 13 жыл? Құдай-ау, менен жас шығарсы, біраз ұрып тап соңы. Ау. Менің Наурызбай деген нағашым өмір алдамаған кісі. Оны кім айтты? Бар ма Наурызбай дейтін нағашысы? Өтірік айтпаған дейді. Апас, өтірік айтқан сияқты ғой. Өтірік айтпаса келетін еді. Так, 13 жыл отауласың, дұрыс па? Ешқашан өтірік айтпадың ба? Вообще. Жоқ, мүлде өтірік айтпадың ба? Вообще. Жоқ, енді де бітің айтайын деп қолым. Алдаған жоқ па? Енді сақалы бар, имам бар дейді, алдамаған шығар енді. Сен әйеліңді алдамадың деп мен алдап тұрған жоқсың ба? Қой Құдай сақтасын. Мына смотри, просто Құдай көріп тұр. Мынау сізге ортаға ашып жүрек үзіп келгеніңізге рахмет, қол соғып қошеметтеп жіберейік. Аха. Тұра тұрыңыз. Неше жыл болды? Апа кетпеңіз. Неше жыл болды отауласқаныңызға? Ау. Қанша жыл болды отауласқаныңызға? Отауласқанда 60 жылдай болып қалды. 60 жылдай. Бұл кісі өтірік айтпаған ба? Өтірік айтпаған. Осы кісіге еліктеп өстік. Сіз қайдан білесіз оны? Мен білем. Білесіз ба? Жақсы. Аға, енді өтірік айтпадым деп тұрсыз ғой енді. Мынау енді сізге тойдан тауықтай үлкен кісі алдамайды шығар. Өйткені бұл кісі шындықты бағанадан бері сырылдатып айтып жатыр. Жалпы көпті көрген, ортада жүрген азамат сияқты. Бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар нағашысына. Қазір айтам. Бұл кісінің жаңағы беретін сыйлығы бар екен да, ақшалай. Сол маған да бірдеңе бере ма деп тұрсыз, беріп жатқам. Ойнап айтам. Келіңдер, сыйлықтарды қойып жіберейік. Сыйлықтарды қойып жібереміз. Ал енді келесі ойынды болмаса арасында қолданып жүрген мақал мәтелдерді экраннан көрсететін боламыз. Келіндер, қыздар, сыйлықтарды қоямыз ішкене. Сый-сапаттарды таратпаса мен бүгін кетпейді сияқтым ғой. Ал, кеттік. Олай болса ең алғашқы қол көтеріп біз орта келеміз. Мадан бері келеміз. Қош келдің. Аха. Так, мынау қандай мақал мәтел? Жаңбырменен жер көгереді, батаменен ел көгереді. Жаңбырмен жер көгереді, батаменен ел көгереді дейді. Өте дұрыс. Неке? Осындай оп-оңай ойындар. Кеттік, келесі. Ортаға шығамыз мына жақта. Нағашылардан, бейнеуден келген. Құдағилар, апалар, қыздар. Апа. Келеміз. Апа, билеп керек. Жылама, махаббат, жылама. Так, енді екі кісі ортаға келіп тұр. Бұл сізден сұрамай, жиен, ұлдың жолы ұлы жол деп бірінші қыздан сұрайын. Қандай мақал мәтел? 7 өлшеп бір кес. 7 өлшеп бір кес дейді. Өте дұрыс. Енді бейнеуден келген қонаққа так қандай бір көтеретін қайын сыйлық бар. Апа, мынаны сізге берейін. Ау, сізге. Рахмет, отырасыз. Беріға келеміз. Сізде вариант қандай? 7 өлшеп бір кес дейді. Ең. Екеуіңізде бір дейсіздер. Мынау сыйлық ұстаңыз.
бір сұрақ қоям, қазір таппасаңыз, мына сыйлықты қайтып алам. Ойнап айтам. Мына бір сізге қосымша сұрақ. Ер адамның екі түрі болады. Ер адамның екі түрі болады. Біріншісі әйелінің айтқанын істейді, екіншісі істемейді. Жоқ, дұрыстап тыңдаңыз. Біріншісі әйелінің айтқанын істейді, екіншісі істемейді. Айтқызбай істейді. Ал, кет, келесі. Шуламаймыз. Кім бар? Басқа құрдастардан жаңа сыйлық бердік. Кім бар білетін? Кім бар? Ұжымдастар ма? Келейік, ортаға келіңіздер. Әр солдан шығарамыз. Билеп келіңізге. Па! Жаным деп күлнарам, күнде сағылым барам. Сенен хабарың жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Рахмет, молодец, просто еркектермен билемеймін да. Қош келдіңіз, кім боламыз? Есіміңіз? Жанұзақ. Жанұзақ? Аха, Жанұзақ мырза, мынау қандай мақал мәтел? Сабыр түбі сары алтын. Сабыр түбі сары алтын. Өте дұрыс. Сізге бір қосымша сұрақ қойайын. Тапсаңыз тағы бір сыйлық берем. Шолмаймыз. Алманың жартысы неге ұқсайды? Айфон. Алманың жартысына ұқсайды. Кет, келесі. Ал. Экран қараңыздар. Ат, үй, адам. Ат, үстінде адам, одан үй, одан кейін. Анау не? Ең соң тұрған? Жоқ. Бұлт не істейді? Кім бар білетін? Келеміз қыздардан, ба? Солдан, келеміз. Рахмет. Мен бұл мақалдың бір баламасын айтайын. Қазіргі ұрысқақ тіл алмаса ұлың жау, қырсық болса қызың жау дейді. Одан кейін бар ма білетіндер? Білмейміз ба? Тіл алмаса ұлың жау, қырсық болса қызың жау. Таппадық па? Өзім айтайын онда, я? Той ма? Жеңге таппадыңыздар ма? Арығатқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау дейді. Сондай. Ал кет, келесі. Құрдастар, біріңіз келіңіздерші, құрсын той барыңыздар. Билеп беріңіз. Ба. Рахмет, қош келдіңіз. Кім боламыз? Розаның жұмыстастарымыз. Аха, содан ұжымдастар. Көз қорқақ, қол батыр. Көз қорқақ, қол батыр дейді мынау сізге. Өте дұрыс. Есіміңіз? Айнагүл ханым, тартыңыз. Мен сізге қосымша бір сұрақ қоямын, тапсаңыз тағы бір сыйлық беремін. Тыныш отырамыз, шуламаймыз. Адамға құлақ не үшін керек? Очки тағу үшін. Әрине, очки тағу үшін керек. Кім есту үшін дейді? Мынау сізге тағы бір үлкен сыйлық берейін. Сосын мына стол бар ғой, қанын ішіндер қол көтеріп. Тыныш отырыңдаршы. Ал, кет, келесі. Жоқ, сіздер айтпаңдар.
Так, қыздар жоқ, қыздардан айтты. Жаңа басқа кім бар? Басқа столдардан. Сіз келе қойыңыз жақсы. Құрсын ұрсып қалармызға. Ал, көршілер бейлеп береміз. Көршілер ма? Ой, рахмет. Вообще күшті билейді екенсіз. Есіміңіз? Эльмира ханым. Так, қандай? Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Мынау сізге тойдан тобықтай деп. Рахмет. Кет, келесі. Жеше келеміз. Шуламаймыз. Так, жеше, қандай мақал мәтел? Нақтысын айтамыз. Екі сиыр айран, екі әйел ойран. Дұрыс па? Өте дұрыс. Так, жеше мен сізге қазір татырыңыз. Бір жақсы бір сыйлық берейін енді. Рахмет. Сонымен қалай болды? Үйде екі сиыр айран, екі әйел ойран. Екі қатын ойран, жігіттер ойлан дейді. Рахмет. Енді осындай сесепаттарымыз тағы да табыстайтын боламыз. Енді қазір жақсы тағы да тамаша ойындар болады. Енді арасында тілекті айтуымыз керек қой. Жалпы ардақтағы ағайын, құрметті қонақтар, әрине сынайын деп келген жоқпын жалпыңды. Жақсы көрем қазақ дейтін халқымды. Қонағы да әртүрлі. Бір қонақ бар, тойға әрең келетін, есігінен кердең бас бейнетін. Одан кейін отырып төр жақта оны-мұны әңгіме қып сөгетін. Бір қонақ бар, тойға келсе жайнайтын. Жұрттың тойын өз тойындай тойлайтын. Міне сондай болса екен бәрі де көңіліне қарап күліп тоймайтын. Жақсы қонақ дегендерім қол соқсын, қазағымның той-думаны көп болсын ардақты ағайын. Әрекелді рахмет. Ал енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, әрине толпар тілектің тізігін ұстап сұңқар сөздің томағасын сыпырмасақта бір-екі ауыз тілек айтайық. Жүрек жарды лебізімізді білдірейік деп келіп отырған тағы да келесі қонақтарымыз. Енді тілекті барынша топтап береміз. Олай болса келесі кезекте асабаның алтын ордасына құрметті құдағилар, іргесі құтты көршілер көтерілейік. Ал құдалар, құдағилар, көршілер қайдастар, билеп келеміз кәнеге. Хабарласып қаталмасып сағынумен күндер өтер тағы. Жан іздеймін әрбай болатын өмірімнің мәні. Жан іздеймін дәл өзіңдей ары таза және таза жаны. Сенен ғана ләззат алып мұнан менің мол жаныма. Ашуыма елімді тиме, менімен ғана біле, басқаны жаным сүйме сен. Қызғанып қыпты жүргенімде, өзгемен жүрсің сен төсіңде. Ояндым шошып түнгі бірде. Ортаға ойбайын осыны қылайын деді ғой. Мынау мен сізге берейін деп тұрып, жалпы жүйрік жақсы тұлпарды сонау белден көрдім. Қызды мына мұзды қатқан кешегі жерден көрдім. Көп тойларда жүрмін ғой. Ер адамдардың ішінде жақсылап билеп келгенді құда сізден көрдім. Құда бір қол соғып қошеметтеп қойыңыз. Билеп келгеніңіз үшін.
жақсы қонақ билет келеді дейді. Рахмет. Осындай көңілді бірлеп жүре беріңіз. Ал, енді құдалар, көршілер келдіңіздер ма? Сонымен уайымдап тұрмын, сіздер есіктен шығып кетеді-ау деп та. Берға жақындап тұрыңыздар. Өз әңгімелер өздері естілмейді. Берға кішкене тұрыңыздар. Құда көрші деген аттарыңыздар кішкене ілгерілеп тұрыңыздар. Ағалар кішкене жақындап тұрыңыздар. Босағада тұрып алыпсыздар деймін. Ал қош келдіңіздер. Қуаныш ортақ, той ортақ, сондықтан да бүгінгі қуанышқа ортақтас жүрек жар лебіздерімізді тамаша тілектерімізді білдірейік. Төртеу түгел болса төбеде келеді дейді. 4 адам сөйлесін, қалғандар билесін. Құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Мана небере, шөбере, шөпшектердің арасында ұзақ өмір сүргейсің. 100 жас мерейтойында осындай дөбелелі қылып өткізіп, тек аманшылықта болайық, тек бақыт болсын, тек отбасыңда, тек аманшылық болсын, бәрі дендері сау болсын. Құрметті тойшы қауым, бүгін біздің Мәнет Құдағай 80 жас юбилей тойын беріп жатыр екен. Ұл қыздарының, балдарының, келіндерінің арқасында ауыз біріктіріп, жасыңа жас қосыла берсін. Сағынбай Құданың көре алмай кеткен қызықтарын бірге ұл қыздарыңмен, небереліңмен көре бергейсің, қызықтай бергейсің. Жасыңа жас қосыла берге, жамылдың жасын берге. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Мәнет Құдағай тойларың оң болсын, құтты болсын. Мына балдарың алдында күліп ойнап жүрің. Алла тағаланың берген жасын жасап, балдарың алдында күліп ойнап жүргейсің. Ассалаумағалейкум, мына Қырықмылтық ауылы. Мәнет Құдағай. 80-ге келген жасыңыз құтты болсын. Бала шағаң алдында күліп ойнап жасап 100-ге жете берің. Болат, мына Бердіқ, молодец, рахмет. Мына мамаңыздың 80 жасын тойлап беріп атсыңдар. Көп рахмет сендерге. Құтты болсын Құдағай тойыңыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті Шоқ ауылы. Тойларыңыз оң болсын, апа. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осы тойлап келген барша тойшы қауымға жұғысты болсын. 100 жасаңыз, 100 жасыңызда тойлап отыра берейік. Біздер көршіміз. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Құдағай, мына жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын. Мына немере шөберелердің қасында ойнап, күліп, айдай жұлдызда жарқырап жүре бер. Құда бала, өмей, мына енеңіздің, мамаңыздың жастары құтты болсын, 100-ге келсін жастары. Ақ жүзіңізде күлкі кетпесін, дастарханнан дәм кетпесін. Өсіргеніміз ұл менен қыз болып, сүйгеніміз немере шөбере болып, солардың күлкісіне шаттанып, ойынында күлкісіне бәріне шаттанып жүре берейік. Раушан гүлдей құлпырып 100-ге келсін жастарың. Құдағайға бір шумақ әнімді шырқау етейін. Құдағай, басыңда ақ жаулың желбіреген, жүрегің сенің елжіреген. Құдағай сені көргім келеді, 100 жасқа келген тойыңды. Құдағай сені көргім келеді, 100 жасқа келген тойыңды. 12 айда бір келетін, бір жылда бір келетін. 80 жылыңыз құтты болсын, 80 түрлі бақта келсін. Ой, бәрекелді, рахмет, апа. Тамаша тілегіңіз қабыл болсын. Рахмет, алғыс білдіреміз өздеріңізге. Подаркымыз ба? Табыстаңыздар. Қалғандарымыз бар ма? Қосыламыз ба? Айқай шығараттар бар ма? Ойнайды, апа, сіз айта қойыңыз. Құдағай туылған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, Алланың берген жасын жасай бер. Мына ақтық, шаулық, немере шөберелерін қызықтай бер, Құдағай. Мына той беріп атқан ұлы қызың келіндеріңе, мыңда алғыс қыздарыңа, үстеп ата-енесін, мына той беріп атық осы жаста, бәріңізге де той құтты болсын, Қырықмылтық ауылы әжелердің тойлары құтты болсын, бәріңізге жұғысты болсын. Менде бір ауыз қысқа айтып жіберейін. Ал құрметті тойшы қауым, құрметті менің ақ мамам, бүгінгі 80 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, 100 жасаңыз. Тек осындай аппақ болытына өсіріп атқан ұл қыздарыңыздың қызығын қызықтап ортамызда жүре беріңіз. Тек тойыңыз той қыласын. Мына осындай қылып салтанат Ақсарайында күшті қылып той беріп, 80 жасыңызды тойлап атқан мына келіндеріңізге, ұлдарыңызға, қыздарыңызға алғысымыз шексіз. Тойларың той қыласын, Шоқ ауылы.
Құрметті құдағайлар, мына құдағайдың ұлдары, қыздары, міне бүгін анаңыздың 80 жас тойын тойлап жатсыңдар ғой. Бұл құдағай деген міне Теберік құдағай. Мен өзімді таныстырып кетсем, осы 80 жасқа толып жатқан құдағайдың Алуаш деген қызы бар. Соның Әсия деген қызын алып отырмын мен. Соның енесімін. Құдағай жасыңызға жас қосылсын. Алланың берген жасын жасай берің. Тек осы ауылға келсек тойға келейік. Алуаш құдағай, Мұқтар құда, мына мамаларыңның жасы құтты болсын. Осы мамаңыздың жасын берсін деймін. Мен өзімнің құдағайыма деп әкелген осы құдағайдың жасын берсін деп жадағайым мен ақ жаулығым бар. Соны кигізуге рұқсат етің. Қайда кетті? Ал, тойшы қауым тойларын құтты болсын, құдалар. Құдағай жасыңыз құтты болсын, 80-нің сеңгірінен асып, 100 жасаңыз, айтқан тілектер қабыл болсын. Осылай той жасап жатқан, балдарыңызға Алла разы болсын, тілектер қабыл болсын, той қыласын. Бәрекелді, көп рахмет, тамаша тілектеріңіз қабыл болсын. Қалғандарымыз қосыламыз ба? Әлде өлең жаттап, тақпақ дайындап беріңдер бар ма? Айта алмай ішіңізге кетіп қалмас біраз. Ал, тамаша тілектеріңіз қабыл болсын. Енді жинақталып тұрып, естелікке фотоға түсіп алайық. Бүгінгі қуаныштан арнайы естелік болып қалсын деп жатырмыз. Той басқарып тұрып, жан-жақтан тұрып тартпаймыз. Рахмет, жайғасамыз баршамызда, орындарымызға жайғасайық. Тумаластары, бауырлары, сонау Атырау қаласынан келіп отырған, жалпы Балшақынан келіп отырған барша бауырластарының тосын сыйы бар екен, сол сый сипаттарын қабылдайық деп жатырмыз. Сыйласатын өзінше үн қосатын, сынаққа да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қарасатын. Бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздерінен аралағатын. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр керек, сырыңды ақтаратын, қуансаң бірге күліп шаттанатын. Мұңайсаң көтеріп ап біреу сенді, әрқашан сені менен мақтанатын. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бәрекелді, рахмет.
жарық тойшы қауым, Сағынбаевтар әулеті, апамыздың мерейлі 80 жасы құтты болсын. Жұмақ ананың табаның астында дейді. Апамыздың мерейлі жасын ағайын тума, алыс жақын барлығын жинап, ұлан асыр той жасап атырған Сағынбай жездемізден тараған ұл қыздарына Алла риза болсын дегім келеді. Апа, мерейлі жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, қартаймаңыз. Осы Серкешбай атамыздың тараған әулеттердің ішіндегі үлкен апа сіз. Мына бауырларыңыздың тойын, қуанышын, барлық жақсылығын, әкеміздің көре алмаған қызықтарының барлығын ортасында отырып сіз көріңіз, қартаймаңыз, тек бәйтерек болу алдымызда жүре беріңіз. Осы Серкешбаевтар әулетінің атынан апамызға жып-жылы болып жүрсін деп заманауи жадағай жаққымыз келеді. Және жарқырап, алтындай жарқырап жүрсін деп алтын алқамыз бар. Бәйтеректей жапырақ жайылсын деп бәйтерек кулонымен тек тойға таңыз, жақсы күндерде тойға ұласа берсін дегім келеді. Бәрекелді, рахмет. Тамаша тойдан тоғыттай деп ұсынып жатқан сесепаттарыңыз өздеріңізге еселеп қайтсын тағыда. Ән айтқан Тумалас бауырына өздерін жеңгесіне ән айтқан қонағымыз қайда, апасы? Мынау сізге. Бәрекелді, рахмет. Ал, құтты болсын. Ойбау, звезда болып кетеміз. Мына жаққа шыға тұрыңыздар, сосын түсеміз фотоға. Мен тілек жалғастырайын, просто мына жақта той жүргізіп жатыр едім мен. Рахмет. Алыс жақыннан келіп отырған ағайындар бар ардақтағайындар. Сондықтан да уақытты көп алмайық. Жалпы той біздікі, уақыт Құдайдікі, мына тойхана бір байдікі ардақтағайын. Сондықтан да ары қарай жылдамдатайық, тағы да тамаша тілектер жалғастырайық. Келесі тілек кезегі осында тілегі қабыл қыздар. Жалпы қыз тілегі қабыл дейді. Сондықтан да апа жезде қыз күйеу жем бөлдір. Сонымен қоса байырғы көршілер деп айтпадың ғой деп жатыр. Сондықтан да байырғы көршілер, бұл саздан келген ауылдастар түгел баршаңыз Асаманның алтын ордасына тілек кезегіне қарсы алайық. Апа жезделер, байырғы көршілер, ауылдастар қайдастар кәнеге. Сен де маған жаным, бәлкім адалсың, тағдыр бермей тұрса тартып аларсың. Жер астында алтын адамдар көп қой, жер үстінде жалғыз алтын адамсың. Жан жүрегім мұражай ғой, таң қалдырар ғаламды, мұражайға сақтап қоям тірі алтын адамды. Сандық алтын күміс, байлығы бар байларда. Бала театр. Мына бала уәде берді. Біз келдік, тонау Құлсардан дедік. Бір құттай ғана неміз бар деп едік. Жоқ, мен өзімнің өз жерде ән салатын адамдарым бар деді. Салдырдық қой да? Тоқташ көке. Тоқташ. Әсим апа, кеш. Ол профессионал адам. Мен сол үшін әңгіме айтамын. Басқа әңгіме айтпаймын. Сен соны не қыласың, өзіңді тіға бересің. Бол білмей. Жоқ. Жоқ, тыңда. Білем. Осыдан кейін ән айтамыз, да? Осыдан кейін ән айтамыз. Бердесің ғой? Болды. Сен бірақ неңді танба жарығым. Айттың ба, азаматсың ғой. Сен 3 рет айттың да, 3 рет уәдеңнен кетіп қалдың. Мен сол үшін шығып отырмын. Рахмет. Аға, енді уәде деген Құдайдың сөзі, мен бірақ не қылған жоқпын. Қазір жіберем дедім ғой, жіберем. Бүгін тойда айтылмай кетсе айтыңыздар. Кеше келіп тұра, жинақталамыз, келеміз. Айтып жатыр, бүгін тойда программа көп. Мінеке, келіңіздер. Әнші көп, бейші көп, Құдай көп көрмесін. Ойбай, мен нағып жүрмін бұл жерде. Өздеріңді бейдеңе қылады екенсіңдер ғой әйтеуір. Ал, қош келдіңіздер. Кішкене қыздар, кішкене былай жинақталып тұрайық. Есе фотоға түскенге. Былай кішкене жинақталып тұрыңыздар. Ал, қош келдіңіздер. Қуаныш ортақ, той ортақ, сондықтан бүгін қуанышқа ортақтас тілек білдірейік деп жатырмыз.